Саламатсыздар ма, құрметті көрермен. Міне розариум ютырсын уже гүлдеп болып жатыр. Енді осыны қиып көрсетейін. Мына розариум ютырсын енді үлкен роза болып жатыр. Тек мына гүлінің бастарын ғана осылай кесіп тастаймын. Менде мына паутинный клеш қаптап кетті бұларда. Сол себептен осылай ауырып қалды. Міне осылай тек осылай кесіп тастаймын. Міне 1-2-3 жапырақ қалдырамын. Бұл кустовой роза болғасын. Мысалға мынау міне слепой побег. Ешқандай гүлдеген жоқ. Бұны осылай алып тастаймын. Астыңғы почкілерден бұйырса беретін болады. Мына жерден гүлі, мынау да слепой побег. Өстіп алып тастаймыз. Мысалға міне мынау осыны міне ағашы, осы міне түбінен алып тастаймын. Негізі бұны әлде де қарау керек. Мына ағашында алып тастау керек. Міне мына роза осылай тек алып тастап отырамын. Мысалға мына неде көбісі слепой побег екен да. Сол себепті бұны қиып тастаймын. Міне мысалға мына роза, міне мына жапыраққа дейін қиып тастаймын. Паутинный клеш бұның бәрін жапырақтарын өлтіріп тастады. Міне мына сабақ болса, где-то міне жерден қиып тастаймын. Осындай қалады. Бұдан көп қия алмаймыз, өйткені көп түсті, сабағы өте қысқа. Ондай қатты ұзын емес. Осылай барлығын қиып шығам. Гүлдеп тұрған әзірше. Егерде жартылай гүлдеп тұрған болса, оларға тимеймін. Тек мынадай қатты уже қурағандарды кесіп отырамын. Екінші гүлдеуге шығу үшін тезірек. Қазір қалай кестім, соңын көрсететін болам сіздерге. Не қараңыздар, розариум ютырсының осынша бір шелек гүлін алып тастадым. Және мынандай ұнамайтын кейбір ағаштарын алып тастадым. Бұны білмеймін, қатты міне паутинный клеш деген міне осындай көп түсті. Паутинкасы бар. Мына жапырақтарын бәрін әне улайым, міне улайым деп жүргенде мына 2 күн ыстықта тек осылай не істеп тастады. Енді қараңыздар, міне розариум ютырсын мысалға мынау бұтақтан басталады. Мынандай ұзын неден осындай бір шапқа гүл береді. Осыны мен қатты, егер мынандай ұзын болса, онда ортасынан алып тастаймын. Ал егерде кейде қысқалар болады. Жаңа көрсеттім ғой. Мысалға мыналар қысқа. Соны тек жартысын ғана ала қойдым. Жалпы гүлді қиған кезде қараңыздар. Міне мына жерде 3 жапырақ бар. Осы жапырақтан кейін санайсыздар. 4 жапырақ болу керек. Сол 4 жапыраққа келген кезде, мысалы 5 жапырақ тіпті мына жерде. Осы жерден қиятын боламыз. Егер мынандай 3 жапырақ болып, соның 3 жапырақтың үстінен ғана осылай бутонын ғана қиятын болсақ, ол да гүлдейді, бірақ гүлі слабый болады. Яғни өте ұсақ болуы мүмкін. Сосын жаңбыр,
күнге шыдамайтын сондай бір әлсіз гүлдер, бутондар береді. Сол себепті розаларды дұрыс қию керек. Мысалға мен әзірше бұның бәрін қиған жоқ. Мысалы мына бір шапкіде міне 3 розасын пока қалдырдым, 2-3 күн болса да гүлдесін деп. Гүлдегені жақсы. Әзірше осы міне. Енді мысалға менде чайна гибридный розалар бар. Мысалға мына сиреневый цвет. Енді чайна гибридныйлар, олардың қиюы басқа. Оларды төменірек кесеміз. Яғни міне роза көріп тұрсыз. Енді мен бұны аламда. Где-то мына сыртқы почка деп айтады мына ішке қараптан жапырақтан былай қимаймыз. Егер осылай қиятын болса, мына жерден почка шығады да ішке қарай көлеңкеге кетіп қалады. Ал бізге мына сыртқа кету керек. Сол себепті мына жерден кесетін боламын. Негізі 30-40 сантиметр чайна гибридныйларға қалдыру керекпіз түбінен. Осылай кесетін боламыз. Міне мынау да чайна гибридный. Дәл осы розаның несі. Енді қараймыз міне. Міне соңғы жапырағы ішке қарап тұр. Мынаусы сыртқа қарап тұр. Осы сыртқа қарап тұрғаннан кесетін боламын. Яғни мына жерде мына почкаден бізге бұлай гүл беретін болады. Сыртқа қарап тұру керек. Гүл ішке қарап тұрмау керек. Мыналарды да дәл солай кесіп шығамын. Мынаның талы өте жіңішке екен. Мына жерде сыртқа қарап тұрған почкасы бар. Осылай сыртқа қарап тұрған почкаден кестік. Енді мына да дәл солай міне. Мына жерден кесетін боламын. Жоқ, мынадан қалдырам. Әйтпесе ол ішке қарап кетеді. Мен осылай міне қысқа қылып чайна гибридныйды кестім. Менде мына жерде тағы да бар. Екіншісі міне. Мынаны да кесетін болам. Бұны бірақ төменірек кесейін. Өйткені мына сабағы өте жіңішке екен. Ал бізге қалыңдау керек. Егер почка болса, почкасы бар екен. Осылай мынандай былтырғы сабағымен кесіп тастадым. Тағы да қарайым. Даммай қалған мынандай босқа өсіп жатқан слепой побег бар екен. Оны да алып тастаймын. Мына жерде тағы да біреу бар екен. Бұл гүлдеп тұр екен. Міне көрдіңіз, ішке қарай гүлдеп кетеді, егерде біз жаңағы дұрыс кеспесек. Бұны түбінен алып тастайтын боламын. Өйткені маған керек емес бұл. Өйткені розаның ішінен өсетін болады ол. Осылайша міне чайна гибридный розаны кесетін боламыз. Енді әзірше мына жерлер әлі гүлдеп тұр. Енді мен сіздерге Джон Дэвисті кесіп көрсетейін. Джон Дэвис менде әзірше әлі гүлдейді. Енді не істеймін? Тек қана егер міне тек гүлдеп болған жерін ғана кесем бұны. Жалпы розаларының осындай гүлдеп болған бутондарын ғана кесіп тастайын. Ал түгелмен мысалы мынау ұқсап гүлдеп болған болса, оны мына жерден түбінен кесіп тастайын. Жоқ, мына жерден кесем. Сонда мына жерден гүл беретін болады. Мынандай дәл солай, мына жерден. Мысалға мен розалардың барлығы гүлдеп қурағанын күтпеймін. Кейбір розаводтар әбден гүлдеп болғанын күтеді. Олай болатын кезде роза жаңағыдай кеш бутон жинайтын болады. Ал егер де мен жаңағыдай арасында кесіп отыратын болсам, осылай гүлдеп болғандарды, сол кезде гүлдеу тоқтамайды. Түсіндіре алдым ба сіздерге? Мысалға қараңыздар. Мына сабақ гүлдеп болды. Енді мен аламда, мысалға мына жерде міне 5 жапырағы бар. Осының түбінен кесе қоям. Қараңыздар. Мына жерде почка бар.
осы жерден келесі гүл шығады. Мысалға мыналар гүлдеп болам дейінше, мына жерден тағы да жаңа гүлдейтін жаңа почкасы шығады. Ал мысалға міне біреу гүлдеп болды, біреу әлі гүлдемеген болса, мынаны тек қана басын алып тастаймын. Болмаса ананың гүлдеп болғанын күтуге де болады. Оның ешқандай разницасы жоқ. Мысалға міне қараңыздар, мына жерде бір сабақ міне гүлдеп болды. Енді осыны қиып тастай қоям. Жалпы плетистый розалар өзі міне көрсетіп тұрады. 5 жапырақ, 4 жапырақ. Міне осындай басын ғана алып тастаймын плетистый розалардың. Джон Дэвис плетистый розаға жатады, сол себепті осылай тек басын, шапкасын ғана алып тастап отырамын. Еш қиыны жоқ. Мыналар гүлдеп болам дегенше, мен қиған, алдын ала қиған почкелерім жаңадан почка сала беретін болады. Сол себепті розаңыз жаздай гүлдеп тұрған секілді болып тұрады. Ал егерде мынаның бәрін қуратып барып кесетін болсақ, онда ортасында бір промежуток, демалыс болады розаларда. Ол кезде мына сіздің куст розаңыздың түбі, осы талының бәрі жап-жасыл болып тұрады. Пока ол келесі бутон жинайым дегенше, оны ашам дегенше, розаларыңыз жап-жасыл болып тұрады. Жап-жасыл болып тұрмау үшін осылай ерінбей гүлдеп болғандарын кесу керек. Және осыдан кейін суперфосфат құям. Сосын негізі сульфат магния өте жақсы. Мен бұйырса сульфат магния құятын болам. Әзір менде розалар әлі гүлдеп тұр, сол себепті. Мынау да әлі гүлдеп тұр, сол себепті суперфосфатты осының бәрі жаңағы қурап болған кезде барып құям. Келесі бутон жинауға. Әзірше сульфат магния құям. Сульфат магния ол жаңағы розаның жалпы жердің құнарын күшейтеді, тамырдың жұмыс жасауын жақсартады. Сол себепті сульфат магния құйыңыздар. Өте күшті нәтижесін көрдім былтыр. Барлық өсімдіктерге келеді. Осы сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Жалпы чайна гибридный, жаңа кустовой розаны көрсеттім кесуді мысалға. Енді бір қолымда камера, бір қолымда қайшы болғасын қиындау. Ал мен бүгін розаны қиюым керек. Сол себепті сіздерге түсіріп отырмын. Қазір мен сіздерге робустаны көрсетіп жіберейінші. Мысалға робусталарды көрсетіп жіберейін. Мысалға міне мына робуста, мысалға мына жері әлі гүлдеп тұр, мына жағы. Ал мынаусы гүлдеп болды. Енді бұны бетіп қия қоямыз. Ерте мына робуста гүлдеп болғаннан кейін дәл осы жерден бұны қиып тастайтын боламын түбінен. Мына жерден почка беру керек. Және бұл робустаның бір жақсы жері, мына жерде де гүлдеп болған жоқ бар екен. Бір жақсы жері бұны гүлдеп болып атама, екінші қайтара өзі жаңағыдай несін бере береді. Гүл беретін сабағын өзі шығара береді, сіздерге өзі көрсетіп тұрады, қай жерден қию керек екен. Міне қараңыздар. Міне мынау гүлдеп тұр. Мынаның мына жерінен келесі гүлдейтін жаңағы почка шықты. Яғни егер мынау ертең гүлдеп болғасын, мына жерден ғана қия салам, ал мынау қала береді. Мына жерде де дәл солай, міне. Ертең мынау гүлдеп болады, мына жерден қиятын болам, ал мына қасында өскен почка, өсіп келе жатқан почкасы сол қала беретін болады. Ол уже екінші гүлдеуге дайындалып жатыр. Қазір басқа жердегі робустамды да көрсетейін. Саламатсыздар ма? Мына розаны кесудің жалғасы. Міне Джон Дэвис бірталай гүлдерін уже гүлдеп болды.
шамалы ғана гүлдер қалды. Мына жағында. Және мен мына астындағы осы жерде мына ұқсап құлап жатқан бұтақтарының бәрін кесіп тастадым міне. Осыны көбейтіп көргім келеді. Және мына жақтағы розаларымды да көбісін қиып тастадым. Робустаны да, және мына жердегі мына роза Prairie Joy деген, бұның енді гүлдегені көрінбейді. Гүлі тек бір күн ұстайды. Міне мына John Cabot'тың да бір талай. Мысалға міне мынандай несін өстіп, мына жерден бұл плетистый роза болғандықтан осылай тек басын ғана алып тастасақ болады. Осылай барлығын болғанда жаңа гүлдері түсіп болғандарын алдым. Енді қалғанын барлығы гүлдеп болғасын кесетін боламыз. Енді мен дәл қазір бұл розалар әлі толық гүлдеп болмаған себепті мен бұларға фосфор құя алмаймын, суперфосфатты. Сол себепті дәл қазір розаларымды не істеп жатырмын, суарып жатырмын. Сульфат магния құйып жатырмын. Сульфат магния жердің құнарын жақсартады. Және күш береді өсімдіктерге. Және мына жерде лен, естеріңізде болса лен бар еді ғой. Соны кесіп тастадым, өйткені ол дән салып жатыр. Ал маған оның дәні керек емес, мынау былтыр тұқымнан шыққан тез көбейіп кетеді екен лен деген. Кейбірін тамырларымен бүйтіп жұлып тастадым. Өйткені көбейіп бара жатыр. Барлығын істедім. Мына жерде Флорентина өте күшті болып гүлдеп жатыр. Бутондары өте ірі. Бұның төгіліп гүлдеп тұр. Екі жағынан да. Жалпы плетистый розаны гүлін қиған кезде, ете мысалы мынау қурағаннан кейін тек мына жерден ғана қия саламыз. Оның жаңағы жапырақ ішке қарап тұра ма, сыртқа қарап тұра ма, оны іздемейміз. Тек қана чайна гибридный, кустовой, флорибундаларға қатыстыған олар. Плетистыйдың тек мына гүл тұрған жерінен кесе қоямыз. Ең бастысы мына жер 3 жапырақ болмаса болды. Мына жері 3 жапырақ, міне 3 жапырақ. Сол 3 жапырақтан кейінгі жапырақ 4-5 болса, сол жерден кесе қоямыз. Еш қиындығы жоқ. Және мына Цезарь құлап, ешқандай өзінің гүлін көрсетіп жатқан жоқ. Бұны да жақсылап тұрып түбінен қиятын боламын. Өйткені қалың бұтақ беру керек ол. Сөйтіп қиған уақытта. Міне осылай шелекке жинап жатырмын. Бір талай шелектер розаларды қидым. Ана жердегі розаларды да қидым. Енді розарий мютурзын 1-2 күнде гүлдеп болса, соларды не істейтін болам, қиятын болам. Дәл қазір міне жаңа розарий мютурзынға құйдым. Мына сульфат магния деген 2 ас қасығын 10 литр суға езіп, әрбір розаңыздың жаңағы көлеміне қарай құйсаңыз болады. Жалпы розаларды осылай кесемін. Ешқандай қиынды жоқ. Егер сізде мына аскот деген роза болатын болса, жалпы чайна гибридный розаларды жерден 50-60-40 сантиметрге дейін қалдырады. Бірақ былтыр мен сөйтіп жасап көрген, оның екінші гүлдеуге шығуы өте ұзақ болып кетті. Өйткені ол бәрібірде мынандай ұзын сабақ береді. Сол себепті қатты биыл не істемеймін, кеспеймін, осы неден кесетін болам. Өйткені ол қаншама күшін жаңағы сабағын шығаруға жоғалтатын болады. Сол себепті осылай. Әзірше осы. Сау саламатта болыңыздар. Ертең осы розаларымның барлық гүлдерін кесіп болғаннан кейін суперфосфат құятын боламын. Міндетті түрде тыңайтқыш құяр алдында
суаруды ұмытпаңыздар.